Достар, бүгін сіздерге әйел бақыты гүлі туралы айтып кететін боламын. Каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Әйел бақыты гүлі ол ең нәзік гүлдердің бірі. Бұл нағыз саңсорғыш гүл десек те болады. Ол ауаны шаңнан, зиянды түтіннен және де басқа жағымсыз иістерден жақсы тазартады. Бұл гүл жылуды өте жақсы көреді. Ол гүл үшін ең дұрыс температура плюс 20-дан жоғары. Ал одан төмен болса, онда олар ауыра бастайды. Тікелей түскен күннің көзін ұнатпайды, бірақ жарықты жақсы көреді. Сондықтан бұл гүлді жарықты терезеге қойған дұрыс. Ылғалды топырақты жақсы көреді, бірақ батпақты болмауы керек. Егер гүлге күнделікті су бүркіп тұратын болсаңыз, онда қанық жасыл түсті жапырақтарды құлпыра түседі. Әйел бақыты гүлі ол көңіл күйдің барометрі деп аталады. Егер үйде әркез ұрыс, жанжал, өзара түсіністік болмаса, гүл ақырындап солып, гүлдеуін тоқтатады. Тіпті өліп қалуы да мүмкін. Әйел бақыты гүлін көктем мен жаз айларында бір рет тыңайтқыштандырып отыру керек. Ал қыс айларында гүлге тыңайтқыш беруді тоқтатқан дұрыс. Гүлді өсіру кезінде қандай мәселелер орын алуы мүмкін? Егер әйел бақыты гүл ашпай, жапырақтары ашық түске ене бастаса, немесе солып тұрса, мұның бірнеше себептері болуы мүмкін. Жарықтың дұрыс болмауы. Егер жарық жетіспесе, онда жапырақтардың ұшы сарғайып кетеді. Ал егер жарық тым артық, тікелей күн көзі түссе, онда жапырақтарды қара дақтар пайда бола бастайды. Артық суару. Жапырақтарды ұшынан бастап қарайып, тамыры шіри бастайды. Қажетті мөлшерден суды аз құю. Тамыры тығыз болған сайын молынан гүлдейді. Ал егер гүл тамыры топырақтың сыртына шығып, тым тарылып кетсе, онда оны жаңа ыдысқа ауыстыру керек. Ең дұрысы мұны көктем айында жасау керек. Басқа ыдысқа ауыстырғаннан соң 5-6 күннен кейін суарған дұрыс. Астындағы топырағы толық кепкенін күту керек. Ал оған дейін күніне 2 рет жапырақтарға су бүркіп тұрсаңыз жеткілікті. Бүгінгі айтылып кеткен ақпаратым пайдалы болса, тіркеліп, лайк баса кетіңіз.